сәлем достар. Бүгін біз шабдалы жайлы білетін боламыз. Ол үшін алдымен лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Шабдалы барлығымызға таныс жеміс. Бірақ оның денсаулыққа берер пайдасын білесіз бе? Шабдалы Қытайдың солтүстік және орталық аймақтарында өсетін ағашты өсімдік тұқымы. Оны жабайы табиғатта да кездестіреміз. Жемісі сопақша дөңгелек, шырынды, хош иісті және тәтті дәмі мен әдемі ашық түсті болып келеді. Сонымен қатар жоғары қоректік қасиетке де ие. Шабдалы іші қызғылт сарғыш түсімен ерекше. Оның ортасындағы дәні ерекше бадам иісті, көлемі үлкен келеді. Сонымен қатар шабдалының пайдасы да жетерлік. Заманауи медицина үшін шабдалының пайдасы мен зияны жақсы белгілі. Ол тәттіге жаны құмар жандар үшін өте таптырмас жеміс. Себебі басқа жемістерден ерекшелене түседі. Құрамындағы қант пен шырындылығы бойынша шабдалыға ешбір жеміс жетпейді. Сонымен қатар шабдалы тек тәтті жеміс қана емес, өте пайдалы жеміс. Өзге жемістермен салыстырғанда ол құрамындағы дәрумендер мен минералдар бойынша көшбасшы болып табылады. Сондықтан шабдалының пайдасы айтарлықтай көп. Бірақ оны жеуге қарсы көрсетілімдер бар. Бұл жемістің пайдалы және зиянды қасиеттері туралы толығырақ тоқталайық. Шабдалының пайдасы: қан айналым жүйесінің жұмыс істеуін қолдайды. Шабдалының жүрек пен қанға тигізетін пайдасы құрамындағы кальций мен калийдің болуымен сипатталады. Бұл компоненттер қан тамырларының зақымдалған қабырғаларын қалыптастыруға және қалпына келтіруге қатысады. Калий сонымен қатар жүрек бұлшықетінің жұмысын реттеп, қалыпты және тұрақты жүрек соғу жылдамдығын сақтау үшін қажет. Дәруменінің де әсері бар. Ол қан тамырларында қан ұйғыштарының пайда болуына жол бермейді. Шабдалыда темірдің болуы анемиямен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Сондай-ақ қандағы эритроциттердің көбеюіне көмектеседі. Ол өз кезегінде ағзаны қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Тірек қимыл жүйесінің жұмысын жақсарту. Жалпы сүйекті нығайтатын әсері бар фосфор мен кальцийдің жоғары мөлшері буындар мен сүйектердің проблемалары үшін тұтынуға, сонымен қатар оларды шеміршек пен сүйек тіндеріндегі метаболикалық процестерді жылдамдататын құрылымдық элементтер мен дәрумендермен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Шабдалыны қолдану арқылы ағзадағы көптеген токсиндер мен тұздарды шығаруға болады. Негізінен шабдалы артрит, остеохондроз, ревматизм және остеопорозбен ауыратын адамдарға ұсынылады. Ас қорыту процестерін жақсартады. Шабдалы жемістерінде болатын қылшықтар ас қорыту органдарының шырышты қабығын тітіркендіреді деген сыбыстар көп. Бірақ бұл пікірлердің ешбірі шындыққа жанаспайды. Сондай-ақ жемістің түктері мен ішкі талшықтары оның қабығы ас қорыту процесін жақсартып, ішек қарындағы тамақтарды белсенді өңдеуге, басқа ас қорыту мүшелерін белсенді етуге ықпал етеді. Бұл қоректік заттардың тамақпен тез және толық сіңуіне әкеледі. Осылайша, адам тамақпен тез қанығады. Ал денені энергиямен қамтамасыз ету үшін күш салатын асқазан үлкен жүктемеден босатылады. Мұндай әсер ішектің жалпы күйіне және кез келген жастағы асқазан ішек жолдарының жұмысына пайдалы әсер етеді. Және зиянды микробтардың пайда болуына және холестериннің аз сіңуіне жол бермейді. Шабдалы сондай-ақ иммундық жүйесі әлсіреген адамдарға тәбетті жақсарту үшін іш қатуды, асқазан қыжылын, бауыр мен бүйрек ауруларының төмендеуін алдын алу үшін қажет. Төмен калориялы өнім. Шабдалының 100 граммында бар жоғы 40 килокалория бар. Және бұл жемістің денені тез қанықтыру мүмкіндігі салмақ тастағысы келетіндерге керемет өнім етеді. Көңіл күйді көтереді. Ол үшін шабдалы компоненттері қолданылады. Мысалы қант, дәрумендер және магний, олар денені сергітеді және стресс пен депрессияны жеңуге көмектеседі. Сұлулық жемісі.
теріге пайдалы әсер етеді. Бұрын біз шабдалыны денеге көп мөлшерде ылғал беретінін және жасушаларда ылғалдың жоғалуына жол бермейтінін айттық. Шабдалы жасқа қарамастан әжімдерді тегістеп, сау теріні сақтаудың маңызды факторларының бірі болып табылады. Сондай-ақ шабдалының құрамында алма, жүзім және лимон қышқылдарының болуына байланысты шабдалы өлі және қатты тері жасушаларының қабыршықтанып жаңаруын тездетеді. Бұл теріні жас, балғын, табиғи қызыл реңкте болуына көмектеседі. Бұған шабдалының құрамындағы бай каротинмен жетуге болады. Жемістің қабығы терінің күнге күйген кезінде ауырсынуды жеңілдетеді. Ерлердің денсаулығын нығайтады. Мәселе мынада. Бұл жемісте мырыш бар. Оның жеткілікті мөлшері организмде ер күшін қалпына келтіреді. Гормоналды деңгейді қалыпқа келтіреді. Простатаның алдын алады. Иммундық жүйені нығайтады. Шабдалыны жеу вирусты және суық тиюдің алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар патогендік микробтарды бейтараптандырады. Жүкті әйелдердің жағдайын жақсартады. Күніне осы жемістің тек 2-3 жемісін қабылдау токсикоз және жүрек айну белгілерін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар шабдалы қандағы гемоглобин деңгейін жоғарылатады. Болашақ аналардың өмірлік күштерін толықтырады. Ағзаны тазартады. Шабдалы жемістері күшті тазартатын әсерге ие. Денеден артық сұйықтық пен зиянды заттарды шығарады. Қуықта жиналған құмды кетіреді. Жемістегі талшық ішектерді тазартуға көмектеседі. Шабдалы диета ұстаған адамға жақсы әсер етеді. Өйткені ағза қажетсіз заттардан тазартылған кезде оған артық майларды жағу оңай болады. Мидың жұмысын жақсартады. Шабдалы құрамындағы калий мен фосфор мидың жұмысын жақсартады. Және есте сақтау қабілетті жақсартады. Витамин тапшылығын болдырмайды. Жемісті үнемі тұтыну денеде ұзақ уақыт бойына пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер жиналуға мүмкіндік береді. Шабдалы кез келген жеміс сияқты қарама-қарсы әсерге ие. Және кейбір жағдайларда адам ағзасына зиян болуы мүмкін. Барқыттай қабағы бар шабдалы түрлері аллергия тудыруы мүмкін. Ең бастысы шабдалының түктерінде тозаң жиналады. Көптеген адамдарда оларға аллергиялық реакциясы бар. Онда көп мөлшерде қант бар. Осыған байланысты диабетпен ауыратын жейтін жемістің мөлшерін қатаң түрде шектеуі керек. Шабдалы асқазанның жоғары қышқылдығы бар адамдарға ұсынылмайды. Өйткені олар оның жоғарылауына ықпал етеді. Сондықтан олар асқазанның төмен қышқылдығымен байланысты ауруларға арналған. Шабдалы жемістерін шамадан тыс тұтыну асқазанға зиян. Шабдалының пайдасы мен зияны көп жағдайда осы жемістің сапасына байланысты болатынын ескерген жөн. Көбінесе жемістерге әдемі көрініс беру үшін және олардың сыртқы түрін жеткілікті ұзақ сақтау үшін химиялық заттар жиі қосылады. Мұндай өнімдерді шикі түрінде әсіресе балаларға қолдануға кеңес берілмейді. Және олар пирог, компот немесе джем жасауға ғана жарамды. Жемістің өңделмегенін тексеру үшін оны ортасынан бөліп сүйегіне қарау керек. Егер ол құрғап, қурап қалса, онда жеміс химиялық заттармен өңделді. Қалай болғанда да шабдалының пайдасы зиянына қарағанда көбірек. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.